Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен мен Мысыр Олжас. Біз әр 2 аптада бір рет Бозоқ жобасының кеңсесінде Бозоқ сәрсенбісі атты өзіміздің онлайн шарамызды бастап отырмыз. Бұл шараның негізгі тақырыбы актуально для каждого, әркім үшін маңызды. Енді біздің осы Бозоқ жобасында көптеген мамандар жұмыс атқаруда, архитекторлар, инженерлер, ғалымдар, жаңа финансистер. Енді біздің осы жобада жұмыс жасап атқан өзі жас, әрі білікті маман Қажымұрат Төлегенұлын осы бүгінгі бірінші өзіміздің сұхбатымызға шақырып отырмыз. Армыс Қажымұрат, бүгін күн тәртібі бойынша амандасып өтейік. Армысыздар, құрметті көрермендер, Олжас рахмет. Осы жобаларыңыз өте жаңа бір форматта ұйымдастырған екенсіздер. Бұл жаңа ойлар, жаңа сұрақтар туындауына себепкер болады деп ойлаймын. Біріншіден өзім енді сондай өте үлкен ғалым емеспін, енді ғылымға ұмтылып жүрген жастардың бірімін. Сондықтан енді сұрақ барысында барынша сұрақтарыңызға жауап беруге тырысып қоямын. Енді Қажымұрат, сіз осы жобада бірінші күннен бастапсыз, осы жобадасыз. Енді бұл Бозоқ жобасының маңыздылығы қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Жоба өте маңызды. Маңыз болуында өзінің себептері бар, әрине. Біріншіден бұл жоба жалпы көшпенді өркениетті біріктіретін жоба болып отыр. Әсіресе бұндай жоба осы визуалды аспан асты музейін жасау, әсіресе көшпенді далалы өркениеттің негізінде жасау Қазақстан тәжірибесінде емес, бұл Орта Азиялық елдер тәжірибесінде алғашқы осындай үлкен жоба болып отыр. Яғни сондықтан біз бұл жобаны халықаралық жоба деп айта аламыз. Қазіргі кезде осы Бозоқ қалашығының өзін қарайтын болсақ, бұл қалашық осы қазіргі Нұрсұлтан шаһарымыздың арғы атасы, яғни алғашқы бастауын 1200 жылдай шамасын бұрын бастау алады. Содан бергі барлық мәдениеттердің, кезеңдердің әр белгілері кездеседі. Және де осы жобаның айналасында жалпы үлкен кешендер орналасады, олар сонау неолиттен басталып қазіргі дәуірге дейін қамтылады. Сондықтан біз бұл жобаны барлық өркениетті мәдениеттерді біріктіретін үлкен жоба деп есептейміз, және бұл өте маңызды. Рахмет. Енді Қажымұрат, бұл Бозоқ жобасында біз бәріміз білеміз. Енді тәжірибелі мамандар және жас мамандар, сонымен қатар осы ғылыми орталықтардың және ғылыми институттардың және де жоғары оқу орындарының ғалымдары осы бірлестік ынтымақтастық меморандумдар арқылы бірге жұмыс атқаруда. Енді сіздің осы басқа да жобалар бойынша тәжірибеңіз бар ма? Жобаға қатысу сізге не береді? Өзім білім алған Қара шаңырақ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің іргесінде жүрген кезде студент кезімде біраз жобаларға қатыстым. Ғылыми жобаларға, одан археологиялық қазба жұмыстарына 3-4 жылдай қатарынан қатыстым. Өзім тарихшы болғанымен археология саласына өте үлкен қызығушылықта болды. Соның арқасында жаңағы қыпшақтардың қатысты орта ғасырлық мәдениеттің қатысты жобаларға, соның ерте Темір дәуіріне қатысты Шығыс Қазақстан, Қарқаралы өңірлеріне қазба жұмыстарында болдым. Енді міне сол кезде өзім білім алған белгілі ғалым Берекет Кәрібаевтан, Талас Омарбеков ағамыздан, Ғани Омар сияқты ғалымдардан және өзім жетекшім болған Көкебаева Гүлжауһар Кәкенқызынан өте және басқа да көптеген ғалымдар осы Қазақ ұлттық университетінің
мықты мамандары, солардан көптеген әртүрлі салада дәрістер алдым. Осының негізінде қазіргі өзіміз бастап отырған мына бозоқ жобасына жаңадан кірісіп отырмын. Осының алдында Қасиетті Қазақстан жобасы басталды. Берік Әбдіғалиұлының бастамасымен жаңа рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы жобаның негізінде де көптеген жерлерді араладым. Әсіресе еліміздің этнографиясымен кең сусындадым. Біраз өзіме керекті жақтарын алдым. Осы қазір енді біздің жасап отырған жобамыз Бозоқ қалашығы. Бозоқ қалашығы да осы қасиетті маңызды ескерткіштердің қатарына кіріп отыр. Әсіресе осы Астана өңіріндегі, Есіл Нұра өңіріндегі ерекше бір қала ретіндегі бірден бір ескерткіш болып табылады. Қажымұрат, өзіңіз жас болсаңыз да көптеген елімізде болып жатқан маңызды жобаларға қатысыпсыз. Енді осы жобаларға қатысудың қандай жақсы жақтары бар? Өзіңізге берген. Жобаның жақсы жақтары көп, әрине. Кез келген жобаның білім аласың ғой негізі. Кез келген адам білім алуға ізденуге тырысса көптеген жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Соның жобадан өзім алғаным, өзім тарихшы болғанымен, енді узкий темаларды енді арасында кезең бойынша археология саласында раскоптарда болғанымен мен көптеген мәдениеттерді сол университет қабырғасында оқығаннан кейін, одан кейін көп қайталанбады. Сондықтан осы жобаның барысында мен археологияның, тарихтың үлкен ерте дәуірдің мәдениеттерімен жақсы таныстым. Оларды бұрын білетінмін, бірақ оларға тереңде ендім. Мысалы, Шірік Рабат мәдениеті сияқты, сосын сақтардың орталық Қазақстандағы қоныстары, қола дәуірінің мәдениеті сияқты бұрыннан мықты зерттеп кеткен тақырыптар екенін енді оқып, оның ішінде кешендер, үй құрылыстары, әсіресе бізде аз зерттеліп жүрген үйінің құрылыстары, солар туралы өзіме біраз мәліметтер жинадым. Сонымен қатар әсіресе археология, этнография, тарих ғылымдарының арасында өзіндік байланыстарды тапқандай болдым. Сол өте маған қызықты әсер қалдырды. Өзіңіз көптеген жобаларға қатысыпсыз. Енді осы Бозоқ жобасының сіз өзіңізге қандай жаңалықтар алдыңыз? Бозоқ жобасынан біраз тәжірибе жинақтадым. Әсіресе бұл жерде тек тарихшы, археолог, этнограф ғалымдар ғана емес, сонымен қатар архитекторлар белгілі. Сосын құрылысшы ғалымдар, инженерлер, әртүрлі топырақ құрамын зерттейтін ғалымдар бар. Солармен байланысты жұмыс істейміз, және архив құжаттарымен де жұмыс істеп жатырмыз. Сол жағынан біраз жетістіктерге қол жеткіздім. Әсіресе дала осы Сарыарқаның далалық мәдениетінің, көшпелі мәдениеттің ерекшелігін түсіне бастадым. Осы Есіл Нұра өңіріндегі тараған қалалық және дала мәдениетінің байланыстары, сонымен бірге табиғаттың флора-фаунамен, яғни көшпелі мәдениеттің байланысы, содан көп нәрсе өзіме сабақ алдым деп айтуым болады. Әсіресе этнографиялық праздникті, этнографиялық мейрамдар, шаралар өткізуден де біраз тәжірибе жинақтадым. Сонымен қатар жаңағы экскурсия жүргізу барысы қалай жүреді музейлерде, жалпы музей ісі, жаңағы өзіміз қолға алып отырған Ашық аспан музейі жобасы әлем елдеріне қалай біз оны жаңа форматта қалай көрсете аламыз, осы тұрғыдан жаңадан өзіме білім алдым деп айта аламын. Енді бүгінгі қалыптасқан жағдайды білесіз, әлемде пандемия болып жатыр. Енді осындай экономика төмендеген кезде, пандемия елде болып жатқан кезде, осындай Бозоқ жобасы сияқты жалпы жобалар қажет пе, осындай тарихи жобалар? Әрине қажет олжас, себебі қазір өздеріңіз мысалы көріп отырсаңыздар, Нұр-Сұлтан шаһарының өзінде
демалатын жерлер өте аз. Мысалы президент паркі бар, мысалы скверлері бар жерлер жоқтың қасы. Сонымен Астананың айналасындағы бір демалу орталықтары заманауи күйде, жаңағы өзіміздің үй мысалы сияқты кәдімгі тақтайлардан төселген кәдімгі заманауи материалдармен жабдықталған, былай көрнекілік ештеңе жоқ, пляждар сондай да, мысалы күнделікті көріп жүрген жерлер. Ал бұл жобаның ерекшелігі осы пандемия кезінде қажеттілігі біріншіден бұл этнографияны үйретеді. Яғни біз біріншіден бұл жерде біз ұлттық тағамға жеуге, соған көшуге мүмкіншілік береді. Яғни ол біріншіден қымыз ішу, шұбат ішу, саумал, құрт жеу, ірімшік, іркіт ішу, айран, сүт ішу деген сияқты осындайлар енді табиғи өнімді осы қазір ғалымдар айтып отыр. Қазір Ресейдің ғалымдары болсын, Герман ғалымдары, Қытай ғалымдары, Америкалық ғалымдар болса да, шұбат, саумал, қымыздың денсаулықты көтеруге, оны жақсартуға өте пайдасы зор екенін кеңес беріп келеді осы көптеген жылдардан бері. Тіпті мына қымыз туралы зерттеген осы 20 ғасырдың басының өзінде қымыздың қандай шипасы бар екенін, оның әр ауруға ем бар екенін көптеген ғалымдар жазған болатын. Біз осы қалалық өмірде тұрғаннан кейін сол өзіміздің дәстүрімізді бір жағынан жаңағы халық медицинасы дейді ғой, соны біраз ұмытып бара жатырмыз. Көбінде химикаттарды пайдаланамыз. Бұл жағынан бізге жобаның осындай ерекшелігі бар. Екіншіден жаңағы айтқандай демалатын орын. Астананың айналасында бұндай келген қонақтарға арналған ішіне еніп жаңағы уақыт машинасымен басқа дәуірге енгендей күйде болатындай ондай жоба әлі жасалған жоқ. Енді осы жобада соны көрсетеміз. Мысалы бізде ғұндарға барғысы келсе, ғұндардың қалашығына барып демалады. Сол жерде қонақ үйлері болады. Ғұндардың кухнясы, асханасы деген сияқты ас мәзірлері болады. Бұл жерде бір ерекшелігі жаңағы көшпенділердің тағамын қайтадан жасақтау. Яғни сонымен бірге сақтардікіне барса, сақтардың ауылына барып демалады. Қазақ хандығына барғысы келсе, қазақ хандығында жатып демалуға болады. Сондай жаңағы семьясымен барған адамдар үшін әртүрлі ежелгі металлургияның орындары, кешендер болады. Ол жерде олар жаңағы әртүрлі қабілеттіліктерін шыңдап, сонымен қатар әртүрлі мастер-класстар үйренеді. Жаңағы қыш өндірісіне байланысты үлкен кешен болады. Ол жерден де әртүрлі тәжірибе алмасып, ол жерден мастер-класстар үйренетін болады. Кішкене баладан үлкен адамға дейін әртүрлі мастер-класстар өтеді. Сонымен бірге қазақ этнографиясының ішінде әртүрлі мейрамдарды, Наурыз сияқты, қыз ұзату сияқты сол жерде арнайы көрілімдер шығып отырады. Осының сериялары болады осы арқылы. Жалпы территорияның Бозоқ көлінің жағасында орналастырсақ, ол жерде Бозоқ көлі тек жай көл емес, сол жерде құстардың көптеген түрі кездеседі. Флора фаунасымен адамды өзіне баурап алатын бір ерекше аймақ. Көлдің орналасқан жері де, Бозоқ қалашығының орналасқан жері де былай сакралдық дейміз, қасиетті аймақ болып табылады. Өйткені айналасын қоршаған су, бірақ осы Астана өңіріндегі ең биік жер. Ол жерде үлкен мұнара болған. Сол мұнарадан жан-жақтарын көріп тамашалауға болады. Осында енді айта берсек жақсы қырлар көп. Бұл тек қана бір шығын әкелетін жоқ емес, бұл сонымен қатар қаржы, яғни қаржы алып келетін де жоба. Үлкен жаңа пайдасы бар. Сонымен қатар қарап отырсаңыздар, жылда әлемде Қазақстанда әлемнің әр елдерінің халықаралық үлкен форумдар болады. Үлкен конференциялар болады. Үлкен әлемдік деңгейде. Осындай деңгейде кез келген қонақ біздің Бозоққа келіп көріп, қазақтың бүткіл жалпы мәдениетін сол кезден, сол бір жерден көруіне мүмкіншілік жасалған. Сонымен Бозоқ қалашығының айналасында қарап отырсаңыздар, Қазақстанның әр өңірінің ең мықты ескерткіштері әр облыстан жинақталған. Яғни соларға бармай-ақ, осы жерден соларға баруға мүмкіншілік алады. Осындай жан-жақты үлкен жақсы жақтары бар. Пандемия
бізге не үйретті? Ол пандемия бізге біраз көптеген нәрсені үйретті деп айтуға болады. Қазір адамзат әлемді жалмаған осы пандемия індетінен әлем экономикасы да, адамзаттың жалпы денсаулығы да, жалпы адамдардың өте бір қатты зиян шегіп отыр. Осы маңызда бізде бір ұжымдасу пайда болды да. Жалпы туыстық қатынастың байланысы артты. Адамдарда бір жанашырлық, бір-біріне жанашу сезімі, сондай сезімдер оянды. Жалпы қарап отырсаңыз, өзі адам табиғатқа жақын ғой, табиғаттың бір бөлігі. Әлемде сондай бір бәріміздің жер планетасы, бәріміздің бір ортақ үйіміз, соны қорғау, соның бәрі бір жанұя сияқты сезінді. Өйткені әр елдер осы пандемия, кез елге барсаң осымен күресіп жатыр. Әр адам айтатыны осы пандемия, ауру, қалай емін табу, осыны айтып отыр. Біздің елде де ол үлкен жақсы әсер етті. Әсіресе мынандай фастфуд өнімдері, денсаулыққа зиянды тағамдарды азайтып, пайдалы нәрселерді жеу. Әсіресе мысалы дәрілерді қолданған кезде оның орнына жаңағы табиғи шөп дәрілерді пайдалану, уақытында піскен жеміс жидектер, дәнді дақылдарды көптеп жеу, оны көбірек пайдалануға, жаңағы үйде отырғанда соның барысында өте көптеген мүмкіншілік тудырды. Осындай жақсы жақтары бар. Жаңа сіз әңгіме барысында айтып өттіңіз, осы Бозоқ жаңағы музей қорығында ғұн қонысы, ботай қонысы, сақ қоныстары пайда болады деп. Енді жалпы осы бұның бәрі далалық өркениет қой. Далалық өркениеттің әлемдік өркениетке қосқан қандай үлестері бар? Жалпы осы Орта Азия кеңістігінде тараған көшпелі өркениет дейміз ғой, ұлы дала мәдениеті деп жаңадан аталған. Бұл мәдениет әлем тарихына өте көптеген жаңалық алып келді. Әсіресе сонау енеолиттен бастап, мысалы, Ботай мәдениетін алсақ, Ботай мәдениетінен табылған жылқылардан осы 20-30 жыл зерттеу барысында, содан бұрын зерттелген, тәуелсіздіктен бұрын, содан бері, мысалы, Виктор Федорович Зайберттің зерттеу барысында алғаш рет қазақ жерінде жылқы малы қолға үйретілген, әлем бойынша осы жерде шыққанын айтуға болады. Одан кейін жаңағы қола дәуірін алатын болсақ, мысалы, көптеген жартас суреттерінде қола арбалардың суреттері әртүрлі дәуірге жататын кездестіруге болады. Әсіресе соның көбі қола дәуіріне жатады. Яғни бұған қарай отырып, біз Орта Азияның өзінде, осы Қазақстан территориясында әлемге осы жерден алғаш арбалар тараған деп айтыламыз. Өйткені басқа арбаларға ұқсамайтын тастарға салынған өзінің арба жегілген аттардың немесе әртүрлі жануарлардың, жаңағы бұқаның немесе түйенің екі атты арбалар, 4 дөңгелекті арбалар, сосындай әртүрлі түрлерін кездестіреміз. Сонымен бір қатар қола дәуірі кезіндегі қоныстардан байқайтынымыз, қазіргі дөңгелек баспаналы үйлер деп отырмыз ғой. Кезінде осы орталық Қазақстан археологиялық экспедициясында барысында жүрген зерттеулерге қарағанда, Оразбаев, Кемел Ақышевтың, осы кісілердің, Әлкем Марғұланның, осы кісілердің зерттеулерінен біз дөңгелек баспаналардың негізінде қазіргі осы көшпенділерге тән киіз үй содан пайда болды деген жорамалда туып отыр. Яғни оның да өзінің бір ерекшелігі бар. Сонымен қатар алғашқы мемлекеттер қалыптасуы да осы қола дәуірінде әлемдік өркениетке үлесін қосып отыр. Алғашқы протоқалалар осы протоқалалардың өзі Қазақстан жерінен көптеп табылған қола дәуірінен бастап. Сонымен ерте темір дәуірінде аң стилі бұл әлемде теңдессіз бір өнер деуге болады. Оның жасайтын шеберлер әлі күнге жасайтын шеберлер жоқ. Сондай жаңағы алтын адамның киіміне жапсырған қапсырмалары
жаңағы аңдық әртүрлі жыртқыш аңдардың, мифтік аңыздардағы аңдардың сурет бейнеленген осы Орта Азияда кездесетін сол бір әлемге, өнерге бір қосқан, ұсталық өнерге сондай қосқан ерекше үлес болып табылады. Я сонымен қатар жаңағы ежелгі металлургияны да айтуға болады. Алғашқы кен орындары, ежелгі кен орындары осы орталық Қазақстанда, осы мына шығыс Қазақстанда, Жетісу өңірінде, Орал маңында ошақтарда үлкен тау-кен орталықтары бар. Яғни осыған қарағанда Қазақстан жерінде өте ертедегі кен орындары бар. Олардан жаңағы арнайы рудаларды балқытып, әртүрлі бұйымдар жасаған. Қола дәуірінен одан ертеректе болуы мүмкін. Ғалымдар осындай пікір келтіріп отыр. Сонымен қатар әлемге аты шулы мына түркі өркениеті, әсіресе ғұндардың қоныс аудару кезінде жауынгерлік әскери өнердің дамуы, атты әскердің сауытты қаруланған, тұтас қаруланған болатты атты әскердің осы ғұндар кезінде пайда болуы, сықыратын жебелердің пайда болуы, осы ғұндар кезінде, осы ғұндардың қоныс аудару кезінде осы Европаға кеңінен тараған деп айтуға болады. Жаңағы елердің бәрінің пайда болуы көшпенділік өркениетпен тікелей байланысты. Қажымұрат Төлегенұлы, өзіңіздің әңгімеңізге рахмет. Сіздің әңгімеңіз барысында біраз ақпараттар алдық. Енді көрермендер, бізбен бірге болғандарыңызға сіздерге де рахмет. Көп рахмет. Жалпы уақыт өте аз болды. Толық қамту өте көп уақыт алады ғой әрине. Алдағы уақытта тағы да жолығамыз деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.